Қатал тағдыр 4-ші бөлім. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте қызық. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Еңіреген әжесі білетін дұғаларын жылап айтуда. Аузын суға толтырып, бетіне түф-түф шашқан соң сәбидің әлсіз даусы шықты. Құдай өмірін сақтап қалды. Бейкүнә сәбиді кеудесіне басып, Аллаға алғысын айтудан шаршамады. Бұл үйден кетпесе, немересін өлтіріп тынатынына көзі жеткен күйеу ана баратын жерді іздестірді. Бір сумкаға киімдерін жинастырып, туыстарын жағалады. Бәрі ала көзімен жақтырмағандарын білдіреді. Ойлана келе құдағиына баратын боп шешті. Басқа барар жері де жоқ еді. Құдасының қайтыс болғанын естіген, бірақ жаңа туған баламен келе алмады. Құдағимен көрісіп, екеуі де еңкілдеп жылап, мұңы мен жерін тарқатты. Сәуленің анасы бұрын немересіне барғысы келгенде марқұм шалы жібермеген, отқа май құйғандай болмай отыр деген. Тұрмыс құрған қызын шайға шақырғанда мұңды жүзін көріп, іштей жабырқаған еді. Ана жүрегі бәрін сезсе де ұят деген нәрсе жібермейтін. Құдағилар бір-бірімен жақсы араласып, күнде өткен-кеткенді қозғап, немересіне жылы шырайларымен қарайтын. Марат бұл кезде өзі секілді есерсоқтармен төбелесіп, ашумен пышақ сұғып алды. Қашқанымен көп ұзамай, заңды қызметкерлердің қолына түсіп, 17 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұны естіген анасы не десе де бауыр еті баласын қимай, көз жасын бір сығып алды. Құдағиына рахметін айтып, үйіне жиналды. Сәуленің анасы тағы да біраз болмадың ба дегеніне риза болған Мараттың анасы көп жаса, Алла екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін деп үйіне қарай жол тартты. Әжесі екеуі бақытты өмір сүріп жатты. Арасында нағашы әжесіне қонаққа барып тұрады. Сүйкімді сары қыз Сәуленің аузынан түсіп қалғандай. Нағашы әжесі көз алдына кішкентай Сәуленің тұлымшағы желбіреп жүгіре ойнағанын елестетіп, көз жасын бір сығып алатын. Сұңғат Сәулеге туыстарыңмен араласпайсың деген шектеу қойған еді. Сәуленің жағдайы жақсарған, мамандығы бойынша жұмыс жасайтын. Сұңғат Сәулеге ұл туып бер деп соңғы кезде үйден шығармайтын болды. Осы уақытқа дейін жүкті болды, бірақ айға жетпей түсік тастайтын. Қаншама дәрігерлерге барып көрінді, ешқандай мәселе жоқ деп қайтаратын. Арада 16 жыл өтті. Таңшолпан да сүйкімді, ақылды қыз болып өсіп келеді. Әжесі осы уақытқа дейін жақсы тәрбие беріп, Сәуле мен Мараттың жақсы адамдар екенін миына сіңірді. Анашым не үшін тастап кетті дегеніне жауап бере алмайтын әжесі кейін анаңмен жолыққанда білесің жауабын дейтін. Таңшолпандай аруға көзі түскен жігіттер көп еді. Өзінің сыныптасы Жандосқа бала кезден ғашық болды. Жандос дағы Таңшолпан десе ішкен асын жерге қоятын. Екеуінің көздері түйісіп қалса, қыздың беті қызарып кететін. 8 наурыз болатын. Жандос ерекше сыйлығымен Таңшолпанды қуантып, дос болуға келісімін сұрады. Іштей ғашықтықтан өртенген ару бірден келісті. Таза мөлдір достықтары махаббатқа ұласты. Жандос үйінің жалғыз баласы, әке-шешесі өте бақуатты кісілер еді. Анасы ұлының Таңшолпанмен араласатынын естіп біліп, дереу Таңшолпанның үйіне келіп, жанжал шығарды. Әкең қаншер, шешең салдақы, сен қайда барасың салдақы деп ұрысқан кезде Таңшолпан есінен танып жаздады. Сол күні әжесі туыстары қайтыс болып, көңіл айтуға кеткен еді. Әжесі де қартайып, күш-қуаты кете бастаған еді. Соңғы күндері ауырдым деп жүрген еді. Мына сөздерді естіп жылап алған қыз әжесіне ештеңе айтпады. Жалғасы бар.